Мынаны қараңыздар. Соңғы кезде жаңа піскен құлпынайдың ішінен құрт шықты деген сыбыс тарқап жүр. Сіздерге бұл туралы толығырақ айтып берейін. Құлпынай жазда пісетін ең бірінші жеміс. Құлпынайдың құрамында В және С дәрумендері, сонымен қатар темір, бал, йод, цинк өте көп. Құлпынай жүрек-қан тамыр жүйесін жақсартып, температураны басады. Оның құрамында аспиринде кездесетін салицил қышқылы өте көп. Құлпынайдың пайдасымен қатар зияны да өте көп. Мына жағдайларда өте сақ болған дұрыс. Құлпынайдың бірінші сорпының сақталуы қиын болғандықтан ол тез бұзылады. Сол үшін бір сөткеден артық құлпынайды сақтамаңыз. Үйде келген құлпынайды мұқият жуып тазалаңыз. Лажы болып жатса, оны ас содасы салынған суға 5-10 минут көлемінде батырып қойғаныңыз дұрыс. Ел аузында энаприл дәрілерін қабылдап жүрген жандарға құлпынайды жемеу керек деген сөз бар. Ол дәрі құлпынаймен араласып, бүйрекке күш беріп, бүйректің қызметін өзгертуі, яғни нашарлатуы мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да бұл жемісті жемеу керек. Сонымен қатар 6-7 жасқа дейінгі кішкене ғана балапандарға құлпынайды беруге мүлдем болмайды. Себебі ол қатты аллерген. 21 ғасырда туылып атқан нәрестелердің көбісі аллергенді болып туылып атыр. Құлпынай аллергия шақырушы бірден-бір жеміс. Тек соңғы піскен құлпынайды күніне 100 граммнан ғана беруге болады, егер мұқият жуылып тазаланған болса. Құлпынайды кілегенмен немесе сүтпен жеген жақсы. Кілегей құлпынайдың реакция тудырушы күшін жояды екен. Құлпынайды қантпен жеуге болмайды. Жаз күнімізде құлпынайды шоколадқа және шекерге батырып жегенімізді білеміз. Бұл біздің денсаулығымызға өте нашар әсер етеді. Сонымен қатар десерт ретінде жемеген жөн. Оны өзге жемістер секілді тамақтан бөлек уақытта жеңіз. Құлпынайдың құрғақ, бүтін әрі жасыл қалпақшасы барларын таңдаңыз. Қою қызыл түсті құлпынайлар оның дәмділігін әрі толық піскенін білдіреді. Өйткені құлпынай өсіп алғаннан кейін түсін өзгертпейді. Алайда адамдар құлпынайды оңай бояй алады. Сондықтан оның иісіне мән беріп, толық піскен құлпынай екенін анықтағаныңыз дұрыс. Яғни таза піскен құлпынайдың иісі аңқып шығып тұрады. Жемісті базардан алуға тырысыңыз. Супермаркеттерде олардың жасанды түрі сатылады. Базарда көбіне жаңа піскен терілгендерін сатады. Құлпынай маусымы негізінде 3-4 аптаға ғана дейін созылады. Оны тоңазытқышта сақтауға болмайды. Егер құлпынайды нитрат ретінде тоңазытқышта сақтаса, ол нитритке айналады. Мамандар құлпынайды өсіп алған уақыттан бастап 2 тәулік ішінде жеуге кеңес береді. Көп көлемдегі құлпынайды сақтау үшін 1-2 сағат тоңазытқышқа салуға болады. Бірақ кейіннен жуып жүрмеңіз. Ол езіліп, барлық дәруменін жоғалтады. Басқа уақытта жуып жеген абзал. Сонымен қатар, жүктілік кезінде әйел өзінің тамақтануына 2 есе мұқият қарау керек екенін білеміз. Егер бұған дейін ол өнімнің мөлшерін, олардың сапасы мен тамақтану уақытын бақыламаса, бала көтеру кезеңінде ол мұны жасауы міндетті.
Сіз күніне 5 рет аз-аздан тамақтануыңыз керек екенін білесіз. Баланың дұрыс дамуы үшін тамақ үлесінде дәрумендер мен минералдардың жеткілікті болуы маңызды. Айналадағылардың бәрі жақсы тамақтану туралы кеңес беруге тырысады. Бірақ тек дәрігер мен өз сезімдеріңізді тыңдау керек. Болашақ аналарға көкөністер мен жемістерді көбірек жеу керек екенін жиі естисіз. Иә, бұл қисынды. Өйткені олардың құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Кейбір өнімдердің қарсы көрсетілімдері бар екенін ұмытпаңыз. Өйткені олар аллергияға және ас қорыту жүйесінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Оларды сақтықпен пайдаланыңыз. Құлпынайда жүктілік кезінде де тыйым салынған өнімдердің қатарына кіреді. Мұнда біз осы жемісті болашақ аналардың тамақ үлесінен шығарудың себептерін және оның неге қауіпті екенін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Жетіспейтін дәрумендер мен минералдарды қабылдау үшін маусымдық жемістер мен көкөністерді жеу керек деген пікір бар. Жазда құлпынай, таңқурай, қызанақ, ал қыста құрма, анар. Егер сіз осы тағамдарды мезгілінде жесеңіз, жыл бойына жемістер мен көкөністер өсіруде қосылатын химикаттармен улану қаупін азайтуға болады. Жүктілік кезінде жағымсыз салдарлардың алдын алу. Ағзаңызды тыңдап, тіпті маусымдық өнімді де мұқият таңдау керек. Барлық желектер мен жемістер қауіпсіз бола бермейді. Ең алдымен құлпынай туралы айта кету керек. Тәтті дәмі мен түрінің жақсы болуына қарамастан, ол күшті аллерген. Тіпті болашақ ананың бетіне бөртпелер қаптап, туылғанға дейін бала диатез тудыруы мүмкін. Жүктіліктің 4-ші айынан бастап әйелдің тағам өнімдеріне деген сезімталдығы артады. Көптеген тағамдарға аллергия болуы мүмкін. Осы айдан бастап құлпынай жеуден бас тартуыңыз керек. Егер бөртпелерге қатысты тұқым қуалайтын бейімділік болса, нәрестенің денсаулығына зиян тигізбеу үшін бұл жемісті мерзім басынан ақ жемей қойған жөн. Осы ал қызыл дәмді жемістің сонымен қатар жатырдың тонусын жоғарылату ерекшелігі де бар екенін білесіз бе? Бұл түсік тастауға немесе ерте босануға әкелуі мүмкін. Оның құрамында кальцийді ағзадан ағызатын қымызды қышқылы бар. Ол жеткіліксіз болып қосымша дәрім қабылдауға тура келеді. Бұл элемент бала көтеріп жүру кезінде қажет, себебі баланың күшті сүйек қаңқасының дамыту үшін өте маңызды. Сондай-ақ кальцийдің жетіспеушілігі болашақ ананың тістері, шаштары мен тырнақтарының мәселелеріне әкеледі. Бұл жидектің көптеген кемшіліктері бар. Тәуекел етпес үшін одан бас тартыңыз. Кейбір адамдар құлпынайға немқұрайлы қарайды. Сондықтан мұндай әйелдерге жүктілік кезінде одан бас тарту оңай болады. Олар бұл тыйымға алаңдамайды, бірақ жыл сайын жемістердің пісетін молшылықты күтетіндер бар. Мүмкін кішкене жеуге болатын шығар. Оның асқазанға тигізетін зиянына қарамастан көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Егер сіз аллергияның басталмайтынын сенімді болсаңыз, жүктілік кезінде бақшадан бірнеше жеміс алып жеңуіңізге болады. Ең басты мөлшерді сақтау және мұқият болу. Аурудың алғашқы белгілері пайда болған кезде мерзім аяқталғанға дейін құлпынай жеуді доғарыңыз. Егер сіз әлі де кішкене құлпынай жеуге шешім қабылдаған болсаңыз, онда кальцийдің тапшылығының орнын толтыру үшін оны сүт өнімдерімен, яғни қаймақ, сүзбе, сүт, тағы да басқа кальцийі мол өнімдермен бірге қолданған жөн. Аш қарынға құлпынай жеуге болмайтынын есте ұстаған жөн.
бұл асқазан ойық жарасына және басқа асқазан ішек ауруларына әкелуі мүмкін. Дұрыс шешім жүктіліктің соңына дейін салдарын күтпестен осы өнімді тамақ үлесінен шығарып тастау қажет болады. Міне оқырмандар, асқазан аурулары бар, жүктілік кезі, аллергиясы бар, сондай бір тұқым қуалаушылық дерті бар адамдар құлпынайдан мүлдем бас тартқан дұрыс. Қатты жегісі келіп тұрған болса, аз-аздан ғана ауыз тию арқылы ғана өзін көндіруге болады.